Bismillahirrahmanirrahim. Eң алғаш Аллах Тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға саламдар болсын деп сөзімді баштаймын. Құрметті туғандар, айрықша мұсылман еркек бір туғандар. Бізде мына мешіттің имамы қатары кейде бізге келіп қалады. Мен күйеуімменен жашабаймын. 2 жыл болды, 3 жыл болды, 5 жыл болды. Талағымды бербей жүреді деген арыздарменен келіп қалады да. Негізі бізде білесіздер, еркек үйленгенде 3 міндет бар. Үйленгенден кейін жатақхана, тамақ аш, киім кешек. 3 нәрсені қамсыз қылыш керек. Егер ошоны қамсыз қылбаса күнәкөр болады. Егер де аяғыңызбен ажыраштыңыз, кейлер бар да, анан еркектерден сұрап көрдік. Неге сен мынтесің десе, мен өмір бойы қорқыламаны, тигиндей, мындай деп тұрып, өчөшкөн сияқты сөздерін айтады да. Бұл жерде кішкене ойланайық туғандар. Ақыретімізді өрттеп алабыз, ақыретімізді күйгізіп алабыз. Себебі жашағаннан кейін бәрібір тамақ аш, жатақхана, киім кешек 3 міндет сенің мойныңда қала береді, құрметті еркек, менің мұсылман бір туғаным. Күн өткен сайын, секунд сайын мойныңа күнә жазылып жатады. Анткени ал сенің никеңде. Сен аны нафақасы саға милдет. Ошоны сен камсыз кылышың керек болчу. Камсыз кылбадың ба? Мүнөт сайын, секунд сайын мойныңа күнә жазылып жатады. Бұл биринчи маселе. Экинчиден, ал башка эркектермен сүйлөшсөчү. Анда экинчи күнөө бар. Аялына кызганбаган еркек 5-тин жытын жыттабайт дейт. Даюс деген сөз бар. Ошонун катарына кирип каласың. Ошондуктан жашаш керек, жашабагандан кийин анда талагын бериш керек. Бирок кейде болуп калат, кээ аялдар бар, эркекти тоготпостон сенсиз деле мен жашай берем, сенсиз деле күнүм өтөт деп өзү кетип калган, ага нафаканын күнөөсү жазылбайт. Бирок башка эркектер менен кок сүйлөшүп, кол алышып бере турган болсо, кыскасы кандай күнөө кылса, бүт эркектин мойнуна жазыла берет. Ошол себептен урматтуу мусулман еркек бир туугандарым, келиңиздер, жашаңыздар, жашабасаңыздар, талагын берип жолун бошотуңуздар. Болбосо акыретте эсебин бересиздер Кудайдын астында. Кудай сактасын. Өтө чоң жоопкерчилик. Ушуну бир эскертип коеюн дедим. Алла разы болсун.